Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, пайдалы және де шөлді басатын салқын компоттың рецептімен бөлісемін. Бұл компот өте пайдалы, барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Және де видеоны соңына дейін өткізбей қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар бұл түрлі өзіңіз ұнатқан жеміс-жидектерді де қолдансаңыз болады. Мен бұл жерде алхорны және де жаңа піскен тұт ағашының жемісін, аздаған каркадені саламын және де дәміне қарай 120 грамм қант салатын боламын. Үлкен табағымызға, яғни кастрюлемізге осы барлық жемістерді салып аламыз. Бұл жерде алхорны, тұт ағашының жаңа піскен жемісін және де каркаденің 5-6 ғана бөлігін салдым. Көп салып жібермеңіздер, өйткені қатты қып-қызыл болып қышқыл дәмі шығып кетуі мүмкін. Сондықтан осындай аз мөлшерде саласыздар. Қантты өзіңіз дәміне қарай саласыздар. Егер көбірек жасайтын болсаңыздар, кішкене 200 граммдай қоссаңыз болады. Мен 3 литрлік ыдысқа 120 грамм қант салдым. Міндетті түрде үстінен салқын суымызды құйып, толтырып құятын боламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Газдың астын өте қатты қойып, осы компотымызды қайнатып аламыз. Міндетті түрде бір араластырып жіберіңіздер. Астында қанты толықтай еруі қажет. Араластырып және де бір құйтып қайнатамыз. Өте көп қайнатудың қажеті жоқ. Және де толықтай суығанша 2-3 сағатқа қалдырамыз. Біздің компотымыз суып болды. Енді көпшімізге құятын боламыз. Міндетті түрде сүзгіден өткізіп құясыздар. Одан кейін өз қалауыңыз бойынша жалбыз салсаңыздар болады. Жалбыз салсаңыздар дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Міне біздің осымен біздің жидек қосылған компотымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де бұндай жидектер болмаса, басқа түрлі алма және де өзіңізге ұнаған малина, құлпынай жемістерінен жасай берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоның астына лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Мен міндетті түрде сіздің жазған комментарийіңізді оқитын боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Сау саламат болыңыздар.